шапалақ беретін адам керек деп шақ. Любитель деген адам кім? Бәке, маған 500 мың бер, мен істеп көрейін. СММші соны жұмысын жасайды. Үйреніп жатыр, тәжірибе жинап жатыр сенің ақшаң. Сенің мақсатың қандай? iPhone алу. Или мысалы сен Camry алу үшін 500 диван сатуың керек. Қалған красавчиктер жинау керек қой асыл өсу үшін. Мен лучше 1 миллион берейін деп профессионалмен істейін, чем мен 500 мың беріп любительмен істегенше. Әрқайсының жаңағыдай мен сіздің мақсаттарыңызды сұрап отырмын, мақсаттар жаздыртамыз да сол мақсатқа байлаймыз. Яғни біз санмен, есеппен шешім қабылдаймыз қайтадан, эмоциямен емес. Всем день добрый, ребята! Сегодня, наконец-таки, у нас состоятся разборы, где мы разберем ваш бизнес и покажем, какие есть ошибки в нашем мышлении, в инструментах и в систематизации, которые мы сегодня покажем на примере наших участников. Соответственно, всем, кто останется с нами до конца, напишет нам классный комментарий, расскажет свою историю, какой вы предприниматель, с какого города, чем вы занимаетесь. Мы выберем среди вас победителей, и подарок от нашей компании – это разбор и диагностика вашего бизнеса от наших экспертов. И всем, кто останется с нами до конца, напишет крутой комментарий, мы выберем среди вас победителей, которым подарим диагностику вашего бизнеса. 3 лучших комментатора получат от нас призы. Ассалаумалейкум, есімім Бауыржан болады. Диван жасаумен айналысам. Нақтырақ айтсақ, өндіріс қой. Қай ауылда? Осы Алматы облысы, Қарасай ауданы. Үмбетәлі ма? Жоқ, Үштерек деген ауыл. Бұрын Каспиймен сатқанбыз. Каспиймен 3 ай жұмыс жасап, 300 миллион оборот жасап, 60 миллион қарызға кірдік. Одан кейін оны тоқтатып, баса бермедік па ары қарай? оптым жұмыс істедік. Самған оборот деп. Иә. Басында солай болды ғой. Одан кейін ол жерде маржинальность өте аз болды, және де конкуренттер өте көп болды. Одан кейін оның ішінен ең үлкен габаритный дивандарды тауып, оптым сегментте жұмыс істедік, B2B-да. Онымен бірге параллельно қазір ана TikTok, Instagramмен жұмыс істеп бастадым. Сол маған қазір жақсы пайда келіп жатыр. B2C, да? Розничный продажа. Иә. Негізі менің производствоның күші күніне 5 диван жасайды ғой. Қанша адам істейді? Общий 25 адам. Кімді танайсың ба? Арманайды? Танимыз. Үмбетәлі. Иә, сол диванмен кірдік қой біз. Нарықтағы жаңағы бұлар бәрін бір-бірін таниды ғой, бірге істейтін адамдар. Арманайдың проблемасы дәл солай болды. Себебі эконом сегмент, С сегментке көшіп, барлығы бір-бірімен Каспий бастаған кезде Каспийден жақсы сатылым жасағанда, ал ары қарай темпинг жасап, онлайн платформалардың проблемасы сол. Ол жерде дұрыс маржа қоймайтын болсаң, анаған азартқа кіріп кетесің, баған түсіріп, ең төмен сегментке түсіп кетесің да. Одан кейін бұлар нәпсісімен жарысып бастайды да. Анда қойдым, мен мынандай қоямын, ана қойдым, мынандай қоямын деп түсіріп, минусқа кетіп істей береді. Сөйтіп кассовый разрывқа 60 миллионға түстіңіз, солай ма? Жарысам деп. Қазір сол екі сегментте жұмыс істеймін. Біреу B2B, біреу B2C. B2C-дің бәрі онлайн, 100% офлайн емес. TikTok, Instagram, стрим арасында. Бірақ оның бәрін көбінесе өзім жасап жүргем. Қазір соны делегировать етіп. Да ладно, сен Бауыржан, сен өзіңнен басқа ешкім істей алмайды ғой. Иә, соны қалай делегировать етіп? Ұйымдастыру керек болып жатыр. Ой, сенен басқа ешкім дұрыс сата алмайды сияқты. Таза пайда сол 10 миллионға шыққым келеді. Қазір осы соңғы 2 айда 130 диван жасадық. Бізде енді бүкіл қойылатын ақша бұрыннан ең төменгі сегментте біз айлық төлейтіміз ғой. Қазір сегмент үлкейген сайын несіне төлейміз? Объемға. Өйткені ол жерде жұмыс істейтін балалар да жақсы ақша таба алады. Таза бір диваннан қалатыны 100 мың теңге. Розницу сатсақ, оптым берсек 50 мың теңге. Енді осы стабильный 140 диван айына сату керек болып тұр ғой. Енді стрим дұрыс, бірақ оны жүйелі түрде апта сайын өткізіп тұру керек. Желательно даже аптасына 2-3 рет өткізген дұрыс. Және бұны прайм тайм деп айтады, кешке өткізу керек. Адамдар жұмыстан келе жатқан кезде. Сағат 6 мен сағат 11-дің арасы да. Сол арада бір 2-3 сағат алып соны өткізу керек. Одан кейін ол арманамен сөйтіп істеп бастадық, онлайн диванда алады екен адамдар. Стрим арқылы. Одан кейін егер жаңа Каспий сияқты басқа да платформаларға шығып, Wildberries болсын, Каспий болсын, шығып сату үшін бізге өзіміздің атымызды қорғауымыз керек. Товарный знак алу. Товарный знак бар ма сізде? Бар.
товарный знак құқықтарыңыз қорғалған, яғни жасалған, иә? Иә. Енді сол товарный знакпен сіз не істеуіңіз керек? Өзіңіздің серийный производство жасап, бір сериялар шығарып, сонымен шығуыңыз керек. Сонда ана карточкаңыз жабық болады. Сізден басқа ешкім ондай сата алмайтын болады. Иә, жасап жатырмыз. Жасап жатсыңыз, иә? Ол жерде қазір анау Каспийда бәрі не ғой, негізі бір фотоның астында бәрі тұрады ғой. Біз қазір былай жасап жатырмыз. Өзіміздің диван тұрады, и ол жерден ютубқа не тұрады. Ссылка. Иә, типа ол жерде тек диван емес біздің мақсат. Адамға не керек, и сапасы туралы толық ақпарат бере алатындай продажа жасау ғой. Сол 10 миллионға таза табысқа қалай шықса болады, сол ғой сыр. Қазіргі таза пайда қанша? Енді тағы бір проблема бар. Мысалы біз осы алдыңғы айда есептедік, 140 диван жасаптық. Таза пайда 7 миллион шығып тұр. Бір диваннан сонда 50 мың теңге ме? Ну, 70-80 мың теңге. Жаңа екі сегмент болып тұр ғой, біреу B2B, біреу B2C. Екеуін араластырып есептегенде, міне 7 миллионға біз шығардық. Өйткені анда бір постоянный бір-екі расход бар. Бір-екі мастерға деген сияқты. Соның бәрін алып тастағанда 7 миллион шығарып тұрмыз. Енді бір проблема бар. Бізде кассаны бөлмейміз. Финанс отчет дұрыс жасамаймыз. Вроде жасап жатырмыз, бірақ керек па не? керек, шикі ғой бәрі. Ну, таза пайданы алып, қызығын көру үшін. Сізде таза пайда есепте бар, бірақ сіз шығармайсыз. Шығармаймыз. Сөйтіп айтыңызшы, 7 миллион, 10 миллионға мынандай ақ қой шыға салу деген сол. Ал сіздің мақсат 10 миллион шығарып отыру, иә? Иә, таза алу. Молодец. Вот, енді түсінікті болды запрос. Мен ойлап 30%-ға өсе салу жеңіл ғой деп. Сол кассаларды бөлмейміз. Ақшаларды постоянно оборотқа салып жібереміз. Одан кейін жаңа параллельно қарыз жауып жатырмыз деген сияқты осының бәрін бір жүйеге келтіре алмай жатырмыз да. Финотчет бар ма сізде? Таблица бойынша жасаймыз. Шынын айтқанда кейде толады, кейде толмай қалады, сондай болып жатыр. Конечно, кімге керек толтырмай ақ. Самый главный оборот жүріп жатыр ғой. Иә, одан кейін өзім производствода көп жүргендіктен жаңағындай ғой. Энергия бітіп қалады. Ну, кейде бастайсың. Жасыңыз нешеде, бәке? 40-қа келді. 40-тан кейін сразу тыныштық ойлайсың. Тыныштық? Жас кезде жүгіре бердік. Спорт бар ма? Спорт жоқ. Спорт жоқ, конечно, кімге керек спорт? Уақыт жоқ, спортқа, дұрыс айтасың. Әйел, бала шағаң бар ма? Бар. Оларға уақыт жоқ. Үйдеміз ғой. Квартирант. Производство үйде, аулада ма? Иә. Тем более онда несі бар? Көріп жүр ғой, тірім ба, тірімін. Былай бұларға тиянақты уақыт бөліп, көңіл бөліп, олармен бірге қыдырып, демалып, саяхатқа шығып, күніне мынандай сағат, аптасына мынандай сағат деген бар ма? Жоспар? Прямо жоспарлы түрде жоқ. Бір атаулы жағдайлар болғанда, қана айтақ жоспарлы жоқ. Барғанда пицца мен коланы ішкізіп беремін дейсің. Иә, қыдырып келеміз болды. Яғни сапалы демалыс жоқ, сапалы әйелімен уақыт өткізу жоқ. Түгел операционкадамын. Сөйтіп, маған делегирование керек деген сөз ғой. Иә, қазіргі мақсат сол. Қарызды жауып, таза пайданы алу ғой, шығару, үйрену сол. Қазір қарыз қандай мөлшерде? Мен 35 миллион. В принципе, нормально. 35 миллион. 60 миллионнан қалған 35 миллион. Нормально. 50 миллионға сіз, 60 миллионға сіз мықты сабақ сатып алдыңыз, иә? Қандай сабақ сатып алдыңыз? Оборотты қоя бермей, таза пайданың болу керек. Қазір анау бізде сол жердегі болған қателік, бізде былай болды ғой. Постоянно кадрлар жоқ дейміз да. Кадр жоқ деп жүгіре береміз. Постоянно ауыса береді, сапада құлайды. Ал жаңағындай неге өткен кезде, таза пайдаға өткен кезде, есептеген кезде біз уже кадрларды да есептей бастадық та. Бір адам нарықта қазір 500 мың теңге таппаса жұмыс істемейді. Оны табу үшін ол маржаға байланады деген сияқты есебін жасап келген кезде менде уже кадрлар тұрақты бола бастады. Себебі оларға қызық жұмыс жасаған. Кадрдың сапасы өсе бастады. Жаңа кадрдан тапшылық деген өзінен жоғалды. Өзінің жұмысына енді немқұрайлы қарамайды, енді тұрақтылық пайда болды, иә? Одан кейін арзан сегментте жүрген кезде бүкіл жауапкершілікті мен өзім алатынмын. Қазір енді команда дұрыс ақша тауып жатқандықтан мен бүкіл проблеманы командаға берем. Типа бірінші решениесін өзінен сұрайын. Олар решениесін айтқан соң. Молодец. Оның несін қоямыз, ответственный адамды қоямыз қазір. И соған ілеміз. Супер. Ол дұрыс. Осы істеп атқаның дұрыс. Жаңағы ана А, Б, С деп клиенттерді бөлдік қой. С категориясында жүрген кезде, ол кезде Бауыржанында қадыры жоқ, командасында қадыры жоқ. Енді қазір Б мен Аға көтерілген кезде
командың да қадірі бар, Бауыржанның да қадірі бар, солай ма? Иә, анау арзан сегментте жүргенде, егер сен жауапкершілікті ілсең, ол 300 мың теңге тауып жүрсе, ол Алмайды. ол не қылады? Иә, Тастайды да кете береді. Дұрыс. Бұл жерде 600 мыңға дейін тапқандықтан, оған қызық, ол алады. И орнын жоғалтқысы келмейді деген сияқты. Енді Бауыржанға не істеу керек? Бауыржанға түгел фин моделін шығару керек. Қаржылық модель бойынша түсінуіміз керек та біздер. 7 миллион есеппен бар, бірақ оны шығара алмаймыз. Бізге қанша миллион таза пайда болу керек, чтобы 10 миллион таза пайданы шығарып алу үшін? Күніне егер 5 диван жазса, 100 мың теңге маржамен таза 10 миллион шығарып аламын, таба аламын. Енді қазір мен жаңа екі бағытта істеп жатырмын ғой. Соны нені тоқтатсам деп тұрмын. B2B-ді. Сол таза B2C-мен енді жалпы бетіп қараса, күніне бәленбай диван өтіп жатыр ғой. Менің жасайтын 5-ақ диван. Значит, нарыққа сата аламын деген сияқты ғой. Осыған маркетингті да дұрыс. Қалай құрастыру керек, неден бастау керек деген сұрақтар тұр ғой. Бұл жерде диван саласында біз түсінуіміз керек қой, диванды қай кезде адам алады. Всегда біз маркетингте ойланған кезде біз мынандай нәрсені ойлауымыз керек. Маркетингте ойланған кезде біз ойлануымыз керек. Бұл клиент менің өнімді қай кезде сатып алады? Диванды қай кезде сатып алады? Қандай жағдайларда? Үй салғанда. Үй салғанда. Құда күткенде сатып. Ремонттан кейін, жаңа жылдың алдында, жаңа жылдан кейін, сосын тойдың алдында. Енді осылай біз жапырақ қылып жазып шығамыз ғой. Енді біздер кімдермен хабарласуымыз, біз той туралы қалай білеміз? Ресторан, тамадалар, тойдың айналасындағы ЗАГС и так далее солардан. Ремонт туралы қайдан білеміз? Дизайнерлар, құрылыстар, бригадирлер и так далее солар арқылы білеміз. Солай Бауыржан барлығын жазып шығу керек қой, сөйтіп сондай адамдарды іздейді, сосын серіктестік құрастырады олармен. Стройматериал, диван, кім болса да солардың барлығымен серіктестік құрастырамыз. Олармен қалай серіктестік құрастырамыз? Мысалы, былай жасауға болады, коллаборация. Мысалы, мен аламда 10 мың теңгені распечатка жасаймын, кәдімгідей натуральный 10 мың сияқты, бір жағы 10 мың болады, екінші жағын жалып тұрады. Сертификат. Әрбір ремонтты заказ берген адамға мына диванға 10 мың теңге сыйлыққа деп. Яғни не деген ол? Мен ана сертификатты алып алам, үйде ремонт жасап жатырмын, енді мен диван алғым келіп кетеді да. Сосын мен не істеймін? Мен сізге хабарласам. Сіз айтасыз, ана 10 мың теңге не үшін, кем дегенде 100 мың теңгені диванын алу керек деген сияқты. Сөйтіп, сізбен диван, жан-жақтан диван алатын адамдар құрылыс жақтан да келіп атады, дизайнер жағынан да келіп атады, ЗАГСтан да келіп атады, той жақтан да келіп, сөйтіп жан-жағынан бәрімен коллаборация, сосын есептейміз. Шамамен біздің есеп бойынша сондай сертификаттың 100 сертификатын берсеңіз, 34-і ғана сізге барады. Қалған 66-сы келмейді. Бұлар қойшын, лохотрон, тағы бірдеңе сенбейтін, нетпейтін адамдар болады. 34-тің өзі бір каналдан келіп тұрса, мынандай нәтиже береді. Сондықтан онымен айналысатын, сондай стратегияны құрастыратын бір адам бөлек жұмыс жасау керек, бүйтіп ойлану керек, оны отыру керек, оны есептеу керек, сосын оны істейтін адам болу керек. Солай ғой? Ол кім ол? Маркетинг бөлімінің басшысы. Түсінікті ғой? Маркетолог болу керек. Яғни соны стратегияны ойлайтын. Ол бір канал. Екіншісі, сіздің брендтің аты қалай? Мен жаңа TikTok курс алғанда болысқан деп қоя салғам ғой. Мен оны курсты алған кезде ойлағам ғой, көрем деп. Ол қазір нетіп кетті да, сонымен қалды ғой. Дамып кетті да. Біздер сияқты осы The One System деп қойдық та, енді ананың логотипін жасау керек қой. Сөйтіп логотип любой дизайнерге айта салдық, бір жасай қойшы, тез-тез бізге неге презентацияға керек деп. Анау бүйтіп тез-тез істей салған, именно уақытша осы болады деп қойған нәрсені, сосын товарный знак қылып, нет ничего постоянного, чем временный болып кетті ғой. Сондықтан сіздің мақсат соны ары қарай дамыту. Сол товарный знакты нет. Маркетолог сонымен айналысу керек. Одан кейін холодный трафикпен аудитория сізге Инстаграмға келу керек. То есть сіздер әртүрлі воронканы жасауыңыз керек. Былай айтатын болсақ, міне. Жаңағы клиенттің несін айттық қоя. Енді бұл екі жаққа бөлінеді. Мынау холодный бұл таргет не танымайтын адамдар келеді да, мынау
Мынау холодный деппін ғой. Мынау міне холодный, міне холодный, танымайды сізді адам келеді, одан кейін теплый, сізге прогрев жасап, подписка жасап, одан кейін горячий сатып алады. Енді мына екеуінің ортасынан бөлетін болсақ, мынау стратегический маркетинг, мынау тактический маркетинг. Екеуімен де келе береді. Стратегический маркетинг, мына SMM нелер солар болады. Себебі бұлардың 90% сосын келеді. Бірінші танымалдық болу керек. Ал мына тактический бұл таргет нелер солар, бұлар бүгін келеді, сразу сатып алады. Мынау таргет нелер жақсы, 90% клиент бүгін болады, мынаныкі 90% ертең болады. Біз екеуімен де жұмыс жасауымыз керек. Бүгінгі де ертең клиенттермен де істеуіміз керек. Бүгінгімен мәз болып отыра бермей, стратегияда болу керек. Қайда бара жатырмыз, қандай клиенттер алу керек деген. Сонда сіз бөлесіңіз. Бұлар не істеді? Ремонтқа келді, одан кейін сіздің сертификатты алды да, подписка жасап алды Инстаграмға, сосын соның ішінен келді да, керек кезінде диван сатып алды. Таргетпен адам келді, көрді, одан кейін көргеннен кейін подписка жасады, подпискадан келді, сосын сатып алды. Яғни оларды өсіріп тұруымыз керек та. Сонда сізде контент бөлінеді, холодныйға бөлек, теплыйға бөлек, горячийға бөлек. Тек қана бір нәрсені ұра бермей, диван дей бермей, жан-жағын көрсетуіміз керек та. Иә? Мысалы, мына жерде мына холодныйларды қызықтыру үшін қандай таргет болады? Қайдағы семья? Адамды не қызықтырады? Необычный нәрсе қызықтырады ол. Жоқ, қайдағы скидка, акция. Если ваш диван каждую ночь скрипит, конечно. Посмотрите, что с вашим диваном. Вот наш диван сделан из такой-то пружины, которая будет амортизировать все ваши движения ночью. Бесшумный диван дейді, адам қызық, но не бар дейді, кіріп кетеді да, подписка жасайды. Бауыржанның несі қызық екен ғой дейді, қарайды да. Содан кейін уже мынау прикольный де бір-біріне жіберіп бастайды. Бесплатно пиар жасайды да. Бірақ егер Бауыржан айтатын болса, қой, онда ұятты теманы біз қозғамаймыз, не дейтін болса, онда ол жұмыс жасамайды, ол стратегия. Сол үшін сондай маркетолог әртүрлі крейзи идеялармен келген кезде сіз айтуыңыз керек, давай бас деуің керек. Келісесіз ба? Иә, келісемін. Бұл реально естественный нәрсе ғой, диван скрипит деген, солай ма? Иә, айтамыз. Сосын статистика шығарасын. Только из-за скрипучих диванов в Казахстане не рождается еще плюс 500 тысяч детей каждый год. Покупайте наши бесшумные диваны и увеличивайте население дейсің. Сол сияқты ана адамдардың қызығушылығын танытатын сондай жарнамалар жасап, ол и таргетке де, и былай рилсқа да, тиктокқа да бүкіл жерге салып, ана танымайтын адамдар бір-біріне жіберіп, прикол ұқсап жібере береді ғой біз қазақтар, иә? Сөйтіп бір-біріне жібере беріп, нетіп, сөйтіп сіз подписчик жинайсыз теплый. Соның ішінен содан кейін уже сатып алатын. Яғни бізге необычный, нестандартный нәрселерді жасауымыз керек. Оған конкурста істеуге болады. Мысалы, Бәкең не істейді, айтады, 1 миллион теңге берем, мықты идея берген адамға дейді. Қалай ойлайсыз, ана посттың астында қаншама идея болады да? Сосын ең алады да барлығына әртүрлі видео, таргет, рилс түсіреді да, жібереді, қайсысы атады 1 миллионнан жоғары. Соған 1 миллион теңге сыйлық бере қояды, болды. Зато мыңдаған идея жинап алады. Дұрыс па? Өзіндікі жетпей жатса, ергіп жатқан адамдарға оған трец жақсы болады негізі. Трецте өсек төбе ғой негізі. Жақсы өсек айтуға жақсы көреді, соның ішіне әртүрлі идеялар жазады сізге. Одан кейін Бәкеңе тапсырма қандай? Мына нарықтағы, тек қана Қазақстан емес, шетелге де шығып, қарап, нарықтағы топ 50 диван сататын компаниялардың аккаунттарын зерттеу керек, насмотренность. Сосын соның ішіне не ұнады, дәл өзіңнің стилінде дәл солай істей беруге болады да. Қарайсыз, миллионнан жоғары қандай видеолар охват алған, қайсысы адамдарға өткен. Сәлеметсіз бе, мынау біздің диван, мына жер тарпасы ашылады, мынау өткен, өте жайлы, жұмсақ, деген видеолар өтпейді уже, все. Оның заманы кетті. Күніне мыңдаған видеолар шығып жатыр диван туралы. Соның қайсысы өткен, біз статистикадан қарай аламыз. YouTube'дан, Instagram'нан, неден сіз шығарып аласыз. Оған міне мына SMM-шік соны жұмысын жасайды. Я, насмотренность соған керек. Яғни біз санмен, есеппен шешім қабылдаймыз қайтадан, эмоциямен емес. Я, сөйтіп қарап, одан кейін дәл сондай қылып өзіміз түсіріп бастаймыз. Бірақ оның барлығын алдында ең бірінші тапсырма фин-модельді есептеп шығу. Вообще, қанша ақша бізге шығару керек екен. Себебі 10 миллион тазамен шығару үшін, менің есебім бойынша сізде шамамен 20 миллион таза пайда болу керек. Себебі сіз жартысын шығара аласыз, жартысынан көп шығару мүмкін емес. Өндіріске қалған ақшаның бәрі салу керек. Я? 20 миллионнан тек 10 миллион шығара алам. Я, мына 20 миллион
таза пайда шығу үшін қанша оборот болу керек менде? Мысалы 100 миллион болсыншы айына. Да? Мысалға айтайын. Значит, 100 миллион мен диванға бөлем. Қанша диван сатуым керек? Содан маркетинг шығады мына жақта. Содан ғана мына жерде. Сосын мен былай бөлем да, мысалы 20 миллион, 10 миллион өзіме алып шықтым, 35 миллион қарзым бар. Мысалы 3,5 миллионнан 10 айдың ішіне бүкіл қарыз жауып тастай аламын. Нормально? Ол қарыз қалай сізде? Қарыз жеке адамдарға ма, банктерге ма, қалай ол? Официально, неофициально? Жоқ, оның 13 банктікі. 13 миллион банктікі. Оны ай сайын қанша жабу керек? 450. 450, Қалғаны сол нелердікі ғой, поставщиктердікі ғой. Поставщиктерге уже объем көтерілген сайын оларға жайлап бере беруге болады. Яғни бұл жерде мақсат қандай? Сатылымды көтеру керек. Сатылымды көтерсек, біріншіден біздер таза пайданы да көтереміз, сіз қалғанды көтереміз. Ал сіз төмен маржамен сатып, сатылымды көтеріп, жаңа күйіп кеткесін, сол үшін сізде ішкі қорқыныш болып тұр да қазір. Минус 60 миллион кетіп қалғасын. Сол да сізді стоп тұрған қазір. Қазір тағы да мен оборотты көтеріп құлап қалам ба, тағы да минусқа кіріп кетейін ба деген. Солай ма? Бар ма ондай қорқыныш? Жоқ, қандай сезімде отырсыз? Не үшін сіз ары қарай сіз бәрін біліп тұрсыз, бірақ қимылдамай тұрсыз ғой қазір? Жоқ, жасап жатырмын, бірақ анандай жасап жатқаным көңілімнен шықпай тұр да. Мысалы мынандай. Түсіндім. Сіз бәрін білесіз, істеп жатсыңыз, бірақ сіздің подрядчиктеріңіз, нелеріңіз, жарнама келіп жатқан, не етіп жатқан істеген командаңызға сіз разы емессіз. Нәтижесі сәйкес келмейді сіздің энергияңызбен. Мысалы, Instagram жүргізем, 57 мың подписчик бар. Вроде TikTok жүргізем, 120 мың подписчик бар. Каспида бармын, товарный знак бар. Бәрін жасап жатырмын, бірақ чекі жасалып жатқаны көрініп тұр да, нақты бір стратегия жоқ екені білініп тұр да. Нем бар кезде жасаймын, энергиям бар кезде жасаймын да. Энергиям кеткенде жаңағындай шала-шала боқап жатыр. Сол жалпы общий стратегия жоқ болып тұр. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. 10 миллион деген не бар да? Стратегия сол да, бірақ нақты сызылмаған, жазылмаған, настроенияға байланысты тапит етіп жатырмын. Өзіңіз қай жақтықсыз? Негізі Монғолиядан көшпегенбіз 91-де. Біздің жергілікті қазақтар олай Инстаграмды жүргізу, нету деген, ТикТокты жүргізу деген көбісінде жоқ та. Сондықтан немесе Қытайдан, немесе басқа жақтан келді деп соны түсініп отырмын да. Менде қазір сол вип-группада бар бір жігіт, Қытайдың жігіті. Мықты жүргізіп жатыр да Инстаграмды. Оқытып жатыр ТикТокты, Инстаграмды екеуін. Жақсы сатады, жақсы нетеді. Себебі мышление басқаша да. TikTokта да көрдік. Олар білет, ана жақта ол дамытып жатқанын, ана жақта нәтиже беріп жатқанын, мына жақта істеуге болады. Біздікілер баяғы ұят болады. Мен туралы не дейді? Не деп айтады ертең? Қой, сен де блогерсің ба? Себебі не істейді? Өзіне сондай рұқсат бермейді, басқаларға да сөйтіп қарайды да, сондықтан. Так что бәке, сіз қалғандарын жыртасыз, егер оны ары қарай дамыта берсеңіз. Бірақ бұған жүйе құрастыру керек, бұған тәртіпке келтіру керек, және сіз білетін және істеп жатқан нәрсені енді командаға беріп, және оны ары қарай тереңдетуіміз керек. Себебі бәкеңнің қазір операционкада жүргесіне уақыты келмей жатыр да, барлығына үлгермей жатыр. Мынаны тартса, мына жағы құлайды, мына жағын тартса, мына жағы құлайды. Өзі өндірістің ішінде, өзі маркетолог, өзі жеке брендте жүргізеді, өзі мына жақта финансист, өзі грузчик, водитель, бәрі өзі ғой. Дамуға уақыт жоқ. Сол үшін бәке красавчик сол деңгеймен осы деңгейге жетті да. Енді бәке красавчик дегенді қойып, бәке не болу керек? Қалған красавчиктер жинау керек қой астына, сол өсу үшін. Мен красавчик деген позициядан шығу керек та, басқа красавчиктерді іздеп өсуіміз керек. Мынандай нәрсе бар да, адамның мына ішіндегі менменшілігі өскен сайын Алла тағала оны төмен баса береді дейді. Ал өзінің нәпсісін басқан сайын не істейді? Дәрежесін көтере береді дейді. Түсінікті? Сол осы менменшілік бізге кедергі келтіріп отыр дамуға, өсуімізге. Сонымен жұмыс жасауымыз керек. Яғни бұл не деген менменшілік? Мен білем, менен басқа ешкім жақсы сата алмайды, менен басқа жақсы ешкім істей алмайды деп адамдарға сынмен қарауда. Ал біздің мақсат, бізден де мықты адамдар тауып, соған мойынсұнып, соған не істеуім керек? Сәйкес болуым керек та. Мынандай командамен жұмыс жасайтын стратегия бар. Адамдар бөлінеді дейді да, мынандай. 0,8 дейді да, сен не айтасың, соны істеп жүре береді да. Негізде немқұрайлы қылды. Бір толып, бір тұтастық тұлға. Бірақ тек қана сенің айтқанмен жүреді. Мынау сенің
айқалағанымен жүреді. Және 1/2 дейді да, өзі шешім нәтижені әкеліп беретін адам дейді да. Енді қараңыз. Бәкең өзі 0,8 болса, мынаны басқара ала ма 1/2-ні? Басқара алмайды. Не үшін? Себебі өзінің ойлау қабілетіне сәйкес келмейтін нәрселерді істейтін ол. Диаметр сәйкес келмейді да. Ана шөлмектің, мына бутылканың мына аузына біздер мына стаканды бүйтіп кіргізіп жібере алмаймыз. Диаметр сәйкес келмейді. Ананы қабылдау үшін менің де диаметрім сәйкес келу керек та мына адамның диаметріне. Менің диаметрім келмесе, мен бұларды басқара алмаймын. Сондықтан менің өзім сияқты адамдар жинаймын, немесе өзімнен төмен адамдар жинап аламын да. Сондықтан біздің мақсат команданың ішіне адамдарды алған кезде өздері шешіммен келетін, нәтижемен келетін және профессионалдарды алуымыз керек. Профессионал деген адам кім? Бұрында соны істеген және бізге соны келіп істеп бере алатын адам да. Соны біз профессионал дейміз. Ал любитель деген адам кім? Істеп көрейінші. Бәке, маған 500 мың бер, мен істеп көрейін. Болса болады, болмаса болмайды. Ол сенің ақшаңа үйреніп жатыр, тәжірибе жинап жатыр сенің ақшаңа. Сондықтан мен айтам да, мен лучше 1 миллион берейін де профессионалмен істейін. Чем мен 500 мың беріп, любительмен істегенше. Түсіндіре алдым ба? Иә. Бауыржан мырза. Сондықтан біз адамдарды алған кезде, командамен жұмыс жасаған кезде біз ойлауымыз керек та, менің қазір төлеп жатқан ақшам бұл шығын ба, немесе инвестиция ма? Егер жаңа профессионал емес адам болатын болса, ол скорее всего шығын болатын шығар. Он скорее всего сенің ақшаңа үйренетін шығар, сливать етіп жібереді сенің ақшаңды. Ал егер профессионал болса, бұл инвестиция. Яғни мен 1 миллион салдым, ана жағынан маған 100 миллион шығарып берді деген сияқты. Сондықтан мен бұны инвестиция ретінде қараймын да. Сондықтан команданы жинаған, команданың сапасы бұл инвестиция. Қиындатып жіберген жоқ па? Жоқ. Жоқ, қазір солай алатын болдық. Бұрын жасап берем деген адамның бәрін біз айлыққа алып келісе беретіміз ғой. Қазір тек нәтижеге істейміз. Айтамыз, мен саған артық төлей аламын. Біздің производственный күш мынандай. Сен жаса, міне мынандай ал. Біз отдел продаж бар менде. 30% төлеймін. Негізі көп жерде оклад береді екен, KPI қояды екен. Менде ол жүйе жоқ болған соң мен сразу айттым да, оларға айттым. 10% берейін от продаж. Оны сразу берем. Типа заказ қабылданады ғой. Жасаудың қажеті жоқ. Заказ қабылдайды, 300 мыңға диван сатады, 30 мың теңгесін алады. Так. Солай олар істеп жатыр. 30% дедіңіз ғой? 10%. 10% ба? 30 мың теңге. 30 мың теңге 10%. Енді қазір былай тексеріп көрейін деп тұрмын, ол дұрыс па, теріс па білмеймін. Онлайн ғой менде продаж. Қазір енді қазіргі отдел продажды бақылау проблема болып кетті маған. Слив постоянно. 10% берсең де немқұрайлы қарай ма? Иә. Енді оларға қазір... Не үшін білесіз ба? Бірдем айтайын десең? Олар кетіп қалады. Жоқ, кеткеннен бұрын анандай факт жоқ та. Мысалы... Бақылау саны есептері жоқ. Иә, сен не деп айтқанын білмейсің. Сондықтан CRM-ді қойып жатырмыз. Бір жетте дайын болады. Содан кейін соларды бақылап, дайын нелерді ала салсама деп тұр. Мысалы, армадада офлайнда отыр ғой, неде отыр ғой, местада. Опыты бар. Сондай қыздармен бүйтіп сөйлесем деп тұрмын. Менікін онлайн сатасың. Ол сферада опыты бар. Сразу 30% берем, 10% берем. Солай істесе бола ма, болмай? Көруге болады, бірақ мен армадаға барып қарағанмын да. Білесіз ба қалай жұмыс жасайды армада қыздар? Жата ма? Былай ғой. Отыруға болмайды. Алатын болсаңыз айтыңыз, сонда тұрам келем. Телефондарын шұқылап бүйтіп отырады. Сол бойынша мен түсінгенім, бұлармен нәтиже шығара алмайсыз. Енді қараңыз, сіз 10% берсеңіз де, 100% берсеңіз де, адамның мынандай функциясы бар, тойып қалу деген. Яғни өзінің бір деңгейі бар. Мысалы, бұл есептейді. Мысалы, мен сатушымын. Мен есептеймін. Маған жили-были барлығына бір 500 мың керек. 100 мың квартирама төлеймін, 100 мың тамақ анау-мынауыма кетеді, 100 мың кредит бір нәрсе төлеймін, сосын қыдыруым бар, тағы бір нәрсем бар, сөйтіп есептедім да, мен 100 мыңға есептеп қойдым. Менің миымдағы сол ограничение болады да. Енді сол 500 мыңға дейін мен сауданы жыртам, 500 мыңға шықтым ба, бітті, сразу расслабуха ұстап кетемін да. Сөйтіп әрбір жұмысын есептеп қараңыз сіз. Кім қай кезде расслабуха ұстап кететін? Стабильно ай сайын примерно бірдей показатель болады.
адамдарда. Біреу 1 миллион алып отырады, біреу 400 мың алып отырады. Екеуі бірдей адам, бірдей жұмыс істеген сияқты болады. Себебі мына жердегі өзінің ограничениесі бар. Болды, ол соған дейін жеттім, бітті. Сондықтан біздер олармен жұмыс жасаймыз. Яғни әр қайсының жаңағыдай мен сіздің мақсаттарыңызды сұрап жатырмын, сол сияқты мақсаттар жаздыртамыз да сол мақсатқа байлаймыз. Сенің мақсатың қандай? iPhone алу или мысалы Camry алғың келеді. Сен Camry алу үшін сен қанша сатылым жасауың керек? Декомпозит жасайықшы деп есептейміз. Мен Camry алу үшін 500 диван сатуым керек. Міне көрдің бе? 500 диван, яғни 5 айдың ішінде 100 диваннан сат. Саған челлендж. Сол ана 100 диванды қалай сатам деп ана өзі не істейді? Өзі жүгіріп бастайды, ойланып бастайды, оқуға барады, әртүрлі скрипттерді дайындайды, CRM-ді пайдаланады. Ал егер ол миындағы тек қана 400 мың болса или 500 мың болса, жаңағы тоқталатындай бітті. Сен CRM қой, 10 рет оны оқыт, күнде артынан қамшылап тұр, көмектеспейді. Яғни оның калибрі өте төмен. Сол үшін калибрін біз көбейтуіміз керек, оларды дамытуымыз керек, олармен жұмыс жасай. Әрине, жұмыс жасаймын, өзгерем деген адамдар. Ал өзгермей болды, маған осы жеткілікті деген адамға дым істей алмайсың, сен өзгерте алмайсың оны. Ол финанс туралы оны құрастыру керек дедіңіз, Оны финансистпен отырып, барлығын есептеп шығасыз. Қазір финансисттің контактысын береміз, сонымен отырып, бір консультацияны сатып аласыз да. Біз анау нені сатып алғам ғой, мен обучение 100 мың теңгелік сіздің. Біздің ба? Иә. Ол жерде қазақша шығады деп еді, соны жүрміз ғой. Соны күтіп отырсыңыз. Орысшаға қашан шығады екен. Ол жерде ол ұзақ болады. Себебі сіз бұл жерде не істейсіз? Өзіңіз біріншіден түсіну керек, одан кейін үйрену керек, содан кейін шешім. Уақытыңыз кетіп қалады да. Одандан тікелей финансисттің консультациясын алып, дәл солмен есептеп отырып, анализ жасап, содан кейін шығару керек та. Бұл бір 2-3 күннің ішінде істеп тастау керек. Уақыт жоқ сізде. Қайткенде финансистпен, иә? Иә, қайткенде. Өз бетпен емес, иә? Иә, өз бетімен болмайды. Өз бетімен сізге кері байланыс керек. Шапалақ беретін адам керек деп, шақ. Не үшін кәсіпкерлер оқымайды? Нәпсілері тасып кеткен ғой, бәрін біледі, ең крутой, ең ақылды, мен осыншама бизнес жасап отырмын, осыншама адам жасап отырмын. Ал мысалы миллиардерлерді алатын болсақ, олар өздерінің нәпсілерін басқарады, наоборот. Олар айтады, кімнен үйренсем болады, кім айтып берсе болады, кім көмектессе болады деп өзінің несін түсірген. Қарайсың, қарапайым кәдімгідей адам болады. Ал 1 миллион табатын адам қасында талтаңдап жүреді. Мен бәрін білемін, қойшы маған не үйретеді дейсің деп. Финансист па, мен білемін оны деп. Өзім айтып беремін оны айтатын нәрсесін. Осымен тамам. Болды. Бауыржан мырза, рахмет сізге. Біздер универсал болып кеткенбіз. Бәрін өзіміз істейміз, толық операционкадамыз. Сондықтан бізге дамуға, өсуге, масштабтануға уақыт жоқ. Одан кейін жаңа нәрсені зерттеуге, жаңа нәрсеге шығуға бізде не жоқ та, ынта жоқ та. Біз үйреніп қалған нәрсеге, үйреніп қалған салаға кіре береміз. Байқасаңыздар, таныстарыңызда, туңаластарыңыз тек қана білетін нәрсеге соның әңгімесін соған бұрып барады да, сол білетін жерінде айта береді. Ал білмейтін жерге жақындамайды. Сондықтан өсу үшін, даму үшін біз білмейтін жақтарға көңіл бөлуіміз керек.